Каналыма қош келдіңіз, құрметті оқырманым. Бүгін мен сізге ақша тапқыш әйелге күйеу құтаймас тақырыбындағы бизнес-ледидің сырын баяндап беремін. Менің тарихым Мексика телесериалдарынан да асып түседі. Тұрмысқа шыққанымның өзі қызық. Каспийде сырттай оқып жүргем. Өзім Тараз қаласының қызымын. Таразда мектепте сабақ беріп жүрдім. Соңғы рет сессияға диплом алуға Алматыға келдім. Алматыда ең үлкен әпкем тұратын, ал мен үйдің кенжесімін. Бәрі үйлі жайлы тұрмыс құрмаған мен ғана едім. Анамның көзі тірі кезі, әкеміз ертеректе қайтыс болған. Тұрмысқа шық деп миымды жейтін анам. Ал мен кісі киік болдым, маған жігіт жоламайтын. Сөйтіп диплом алуға келдім. Мен келген күннің ертеңінде әпкем әңгіме бастады. Осында жездеңнің бір туыстарының баласы бар, Ерлан деген. Сондай тамаша жігіт. Ол да сен сияқты сырттай оқиды политехта. Осы сенбіде жездеңнің жұмыста жоғарылағанын жуамыз. Сонда ол да келеді. Бедіреймей сөйлес. Қашанғы жүресің? Жасың биыл 23-ке келеді. Мамама да обал, бар арманы сені құтты жеріңе қондыру. Сенбі күні күйеу жігітпен таныстым. Сыпайы, сырбаз жігіт екен. Ертеңіне кешкі Алматыға қыдыруға шақырды. Киноға бардық, кафеде отырдық. Әпкем мақтаса, мақтағандай ақ жігіт екен. Үйдегілердің бәрі тұрмысқа шық деп миымды жегеннен кейін бе, әлде өзіме назар аударып, қыз ретінде қыдыртқан тұңғыш жігіт болғандықтан ба, Ерлан маған тұрмысқа шықшы деп айтпай тұрып ақ, ішімнен осыған күйеуге шықсам, шыға салайын деп ойладым. Ерлан да көп күттірмеді, танысқанымызға 2 апта болғаннан кейін үйленейік деді. Мен де қарсы болмадым. Ерланның қойған талабы қыз болсаң болды, деді. Мен күдігің болса дәлелдейін, дедім. Сөйтіп екеуміз үйленбей тұрып жақындасуға келістік. Қазір қарап отырып сол кездегі өз қылығыма таңғалам. Жастық желікпе екен. Бәрі өң мен түстің арасында болғандай. Ерлан мейманханадан номер жалдады. Мен алғашқы түніме алдын ала дайындалып, ақ жаймамды ала бардым. Өзіме келіскенмен пәктіктен айырылу оңай емес екен. Ерланды 2 рет жанды жерінен теуіп қап, кереуеттен шалқасынан түсірдім. Ақыры не керек? Ерлан әупірімдеп дегеніне жетті. Бейшара ақ тер көк тер болды. Мен де оңбадым. Кіші дәретке отырайын десем, астым удай ашиды. Ақжаймамды орап ап, әпкемнің үйіне қайттым. Ақжайманы не істейді дейсіз ғой? Ол менің главный доказательством ғой, пәктігімнің. Мен Ерланға алдында ескерткем. Қыздығымның ізі қалған ақжайманы үйленгенше сақтап қоям. Егер алдап кетсең, сотқа берем деп. Содан Ерлан үйіне звондауға кетті. Ол Көкшетаудың жігітетін. Үйіне үйленетінін айтыпты. Ертеңіне мен үйге звондадым. Телефонды жеңгем алды. Тұрмысқа шығам дебем, тұрған орында құлап қала жаздады. Құламағанда қайтсын. Үйден кеткеніме ай болған жоқ. Үйде жүргенде жігітпен қыдырып сөйлеспек түгілі, үйден қуып шығара алмайтын үй күшік болатынмын. Диплом алысымен Көкшетауға аттандық. Кешірімге мен келін болып түскен соң, Ерланның әкесінің ағасы мен туысқан әпкесі барып қайтты. Құдаласып кәделерін жасағанмен маған қалыңмал бермеді. Себебі бізде ондай салт болғанмен Көкшетауда қызға қалыңмал бермейді екен. Анам туған туыстан ұят болдау дегенмен қызыма қалыңмал бермедіңдер деп жанжал тудырған жоқ. Марқұм анам ақылды, көшелі жан еді. Ерланның үйінде 10 күндей болып, Алматыға оралдық. Ерлан бұрын жолдас баласымен бірге
кіші станцияда пәтерде тұратын. Біз сол пәтерде қалдық та жолдасы жатақханаға көшті. Әпкем мені техникумға мұғалім қылып орналастырды. Ал Ерлан бұрынғы істеген зауытында істей берді. 2 жылдан кейін Ерланның жұмысынан малосемейка жатақхана берді. Сол жылы тұңғышымыз Айкүн дүниеге келді. Тағы 3 жылдан кейін үй берілді зауыттан. Бізге бәрі қызығатын, ешқандай қиыншылық көрген жоқсыңдар, деп. Солардың көзі өтті ме, содан кейін өміріміз мүлде басқаға арнаға ауысты. Айкүн 5-ке толғаннан кейін мектепке барар алдында бірдеңе үйренсін деп балабақшаға бермек болдық. Оған дейін Айкүнді Ерланның мамасы енем бақты. Сөйтіп медициналық тексеруден өткіздік. Қан тапсырып, анализі жаман дейді. 3 рет өткіздік. Венасынан да алды. Толық тексеруден өткіземіз деп ауруханаға жатқызды. Топ-томпақ Айкүнім ауруханаға жатқалы көзі шүңірейіп, жүдеп кетті. Дәрігерлер біресе ана жерінен, біресе мына жерінен піскілейді. Соны көріп, қайдан ғана осыларға көрсетіп ем, балабақшаға берем деп нем бар еді, тып-тыныш әжесінің қасында жүре бермей, деп өкіне бастадым. Диагноз қоя алмай көп әуреледі. Бір күні мен ызаланып, сап-сау қызымды қанының анализі жаман деп піскілеп ауру қылдыңдар. Енді сендерді тыңдамаймын, қызымды алып кетемін, дедім. Дәрігерлер де дал болды. Бас дәрігер шақырып алып. Осы аптада Москвадан білгір профессор келеді, соған көрсетейік, деді. Оған да көндім. Профессор ұзақ қарады. Анализдермен мұқият танысты. Сосын Ерлан екеумізді шақырып алды да, бекем болыңыздар, қыздарыңыз қатты сырқат. Қазір емдетпесеңіздер кеш болады. Егер емдетпесеңіздер әрі кетсе 5-6 жылдық өмірі бар, деді. Соңғы сөзді айтқанда мен талып орындығымнан құлап түстім. Алматылық дәрігерлер Айкүнді емдей алмаймыз деп бірден айтты. Содан туған туыс ақша жинап беріп, Айкүнді алып Москваға бардым. Айкүнді Алматыға келіп қараған профессордың қарауында болдық. 1 жыл ем қабылдағаннан кейін Алматыға кері қайттық. Мектепке баратын уақыты болса да, Айкүнді мектепке бермедік. Өйткені ауруханадан әлсіреп шықты. Бұрынғы топ-томпақ, асырсап ойнап жүрген Айкүн жоқ. Тамаққа тәбеті жоқ, ойнамайды да. Ілмейіп, құр сүйегі қалды. Бір күні Айкүн өзінен өзі көгеріп талып қалды. Алдында профессор, арасында приступ болуы мүмкін деп ескерткен. Сонда да қатты қорықтық. Дәрісін беріп есін жиды. Осы приступтан кейін Айкүннің жағдайы бұрынғыдан да нашарлап кетті. Өзіміздің дәрігерлерден қайран болмағасын Москваға профессорға звондадым. Ол келіңдер, деді. Елден қарызданып, қауғаланып, ақша жиып, тағы да Москваға тарттым. Профессор Айкүнді тексеріп қарады да, 1 жылғы емімізден еш шипа болмапты. Қайта сырқат бұрынғыдан да асқынған. Бұдан ары менің қолымнан ештеңе келмейді. Айкүнді емдесе тек шетелде емдей алады, деді. Көз алдымда жер шыр айналып жүре берді. Көзімнен аққан жас тыйылмады. Профессор жұбататын сөз таппады-ау деймін. Арқамнан 1-2 қақты да кабинетіне мені жалғыз тастап шығып кетті. Қанша отырғанымды білмеймін. Армансыз жыладым-ау. Сосын палатаға Айкүніме бардым. Қызым ұйықтап жатыр екен. Маңдайынан бір сүйдім де, медбикеге мен барып ертеңге билет алып, әрі жолдасыма Алматыға звондап келейін деп тапсырдым да вокзалға тарттым.
Метродан түскен соң вокзалмен екі ара талай жер. Жаңбыр сіркіреп тұр. Көзімнің жасы мен жаңбыр қосылып, бетімнен су сорғалап келеді. Машина ағылып жатқан жолдан өте беріп ем, кенеттен бұрылыстан шыға келген есік пен төрдей ұзын машина мені сүйкей келіп тоқтады. Машинаның екпінімен жерге етбетімнен түстім. Машинадан әдемі киінген, шашы әппақ ер кісі атып шықты да мені орнымнан тұрғызды. Жас айғыздаған түріме шошына қарап, қатты құладыңыз ба? Кешіріңіз, бірақ бағдаршамға қарамай жолды кесіп бара жатқаныңыз не? Қайта шофер сізді бірден байқап қалып, тежегішті басып үлгірді. Ал егер үлгермесе ше? Әлде әдейі өлгіңіз кеп машинасына түсейін деп жүрсіз бе? Деп тергеудің астын алды. Жан ашып қамқорси сөйлегеннен кейін бе екен, әлде қайғымды бөлісетін жан іздегендіктен бе, бейтаныс әлгі адамның иығына басымды қойып еңіреп жіберіппін. Ол мені жұбатып, машинасына әкеп отырғызды. Сол жерде мен оған жалғыз қызымның өлім халінде жатқанын, ал өзімнің оған титтей де көмек ете алмайтынымды, жалғызымның өмірі қу ақшаға тіреліп тұрғанын жылап отырып баяндап бердім. Ақ шашты адам ойланып отырды да, маған опа бермеген бұл ақша сенің жалғызыңа өмір сыйлайтын болса, ал онда, деді де, машинасының ішінде кішкене шкаф тәріздес қара бірдеңе тұрған. Соның кнопкаларын басты да, ішінен бірнеше бума көк ала қағазды алып маған берді. Мен аңырап, бұны қайтем, деппін. Ана кісі күлді де, бұны $1 дейді, Американың ақшасы. Қызыңды шетелге емдетуге апарсаң, осындай ақша керек болады, деді. Сүліктей ұзын машина мені вокзалға апарып түсіріп кетті де, сол жерден Алматыға билет алдым. Ерланмен де сөйлестім. Тек бір кісінің $1 бергенін айтпадым. Ішімнен шетел ақшасы емес, мүмкін жай қағаз шығар. Ешкімге жар салмай тұрайын деп ойладым. Дегенмен Москвадан аттанарда ақшашты берген қағаздың біреуін профессорға көрсетіп ем, оның көзі бақшиып кетті. Мынау $1 ғой, қайдан алдың дейді. Сөйтіп Москвадан шын ақша екеніне көз жеткізіп, көңілімді демдеп қайттым. Ерланның $1 дегеннен хабары бар екен. Ақшаны өзі санап, $50,000 екен деді. Содан ай күнді алып, 2 айдан кейін Германияға жол тарттым. Дрездендегі клиникада емделді. Мен қасында 3 айдай болдым да Алматыға қайттым. Қайтарымда біраз киім-кешек, ұсақ-түйек зат алып ем, таныстарым-ақ бәрін талап алып кетті. Заттарымның 3 есе құнын шығарып алдым. Жұмысымнан өз арызыммен шықтым да қайта кеттім Дрезденге. Айкүн емделген 2 жыл ішінде осылай арасында сауданы кәсіп еттім. Айкүнім, Құдайға тәубе, Германиядан құлан таза айығып оралды. Тек емдеген дәрігері, мүмкіншіліктерің болса 1 жылдан кейін тағы бір көрініп кетсеңдер дұрыс болар еді, деді. Айкүн мектепке барып жүрді. Уақытында мектепке бармай қалғанымен, оны үйде, клиникада өзім оқытқам. Сондықтан қатарымнан қалған жоқ. Емтихан тапсырды да, бірден 2-ші классқа барды. 1 жылдан кейін тағы да бардық Дрезденге. Толық тексеруден өткізіп, Айкүн сырқатынан құлан таза айыққан деді. Содан көңілім орнығып, қайтарда бар ақшама зат алдым. Бұрын қандай жағдай болады деп ақшаны қысып ұстап, көп зат алмай жүргем. Заттарым тағы да тез өтті. Пайдасы барын көргеннен кейін шетелге барып тауар әкелуге білек сыбана кірістім.
челнок дегендердің алғаш шығып жатқан кезі. Мен сол алғашқылардың бірі болдым. Жағдайымыз әжептәуір түзеліп қалып еді. Қысқарту деген бәле келіп, Ерлан жұмыссыз қалды. Мен шетелден тауар тасимын. Оны базарда тұрып сататын адам қажет. Сондықтан Ерлан қысқарып қалғанда аса қиналған жоқпын. Ол базарға шықты. Бірақ сауданы үйлестіре алмады. Біресе тауарын ұрлатып, енді бірде сатып алушыға ақшаны артық қайтарып, рекетке жем болып, әбден шығынға баттық. Ерланнан саудагер шықпайтынын көргеннен кейін базарда сауда жасағанға басқа адам жалдадым. Ерлан үйде, ай күнге бас көз болып отырады. Мен тек базармен шектеліп қалмай, пәтер сатып алдым. Оны жөндетіп, дүкен аштым. Ерлан талай жерге барды жұмыс іздеп, таппады. Байқағаным, мен ақшаны көп тапқан сайын оған ұнамай барам. Мені кекетіп мұқатып отырады. Тарылып, ай күннің неше түрлі кигеніне де сөйлейтін болды. Мен оған, саған ақша таппадың деп сөйлеп жатқаным жоқ. Тыныш отырсайшы десем, маған сен ақша тапқалы өзгердің. Мені күйеуім деп сыйламайсың дейді. Сөйтіп 2 күннің бірінде тәжікелесеміз. Содан оның да менің де жүйкеміз жұқарды. Ақыры ажырасып тындық. Үй 12 болғандықтан өзім басқа пәтер сатып алдым да, қызым екеуміз көшіп кеттік. Қазір 3 дүкенім, 1 асхана, 1 кафем бар. Астымда машина. Өзім тұратын 4 бөлмелі пәтерден басқа қызыма деп тағы бір 3 бөлмелі пәтер алып қойдым. Ерланнан кейін өзімнен 2-3 жас кіші біреуге көңілім құлап еді. Ол менің ақшама бастан аяқ киініп, астына машина мінгеннен кейін маңғыт, аузыңа саңғыт деп тайып тұрды. Содан кейін еркек атаулыға сенбеймін. Ұққаным, еркек ақша табатын әйелді ұнатпайды. Сондықтан айымдар, бизнеске бел шеше кірісер кезде ақша табудың жолында түссеңіздер, күйеулеріңізден айырылып қалуыңыз мүмкін екенін ұмытпағайсыздар. Ақшамен күйеудің бірін таңдаңыз. Себебі еркектер ақшалы әйелге әйел деп емес, ақшалы қап деп қарайды. Сізден керегін алып болғанда, махаббаты, сізге деген сезімі де сөнеді. Соңғы кезде шүйіркелесетін адам іздеп, баяғы Ерланмен тұрған кезді сағынып жүрмін. Ақ шашты, ақша сыйлаған кісінің, маған опа бермеген ақша саған бақыт сыйласа ала ғой, деген сөздері есімнен кетпейді. Себебі бұл ақша маған да опа берген жоқ.